Ал енді құрметті достар, міне пеш жағудың экономичный варианты. Көмір болмағанда үйде ноу-хау. Қолда бардан заттан жасадық бір 3 күн бұрын. Мынау қолдан, қол жуғыштың умывание ғой. Ішінде отработка май. Мынандай енді. Бұл жерде бесплатно береді, мотор май ауыстыратындардан. Краник, шлангі қарапайым. Сосын мынау шлангі темір шлангі. Бұл патрубок дейді ғой. КамАЗдарда, үлкен немелерден болады темір патрубок. Мына краникті ашқанда, мына жақта май көбірек аққанда жалыны көп болады. Оттың қызуы да жақсы болады. Мынаның ішінде, пештің ішінде мынандай қалып тұр, жай қолда бар енді. Бізде сток болғаннан кейін осыған мына трубкадан май ағып тұрады, осының ішінен от беріп тұрады. Мынау жанып тұрған мына ішіндегі от сонда. Қолда бардан жасай салдық әзірше. Бір тәулігіне 7 литр май кетеді екен. Любой моторист тегін береді ғой майды. Оларға керегі де жоқ. Ноу-хау. Пайдаланыңыздар, жасаңыздар, көріңіздер. Мына көмірдің тұрғанына 1 апта болды.